біздің общак емес, жұмыс көп оңай емес, тамақ пен ұйқы енді біздерге арман үлес. Қосылған ескі жаңа, жақындап бізге қарау, бұрынғы қыздар емес, өзгеріс бізде бар ма? Мереке, арықтап, азып кетіпсің ғой. Рахмет. Сен де азып кетіпсің ғой. Азып, тозып, бачыт болып кетіпсің ғой. Бірақ вообще арықтамағансың же. Ой, екеулерің әңгімелерін қатты сағындым, әңгіме айтыңдаршы. Сен ана бұрынғы фигураңды сағынған жоқсың ба бұлай? Не мына? Семір быт deyip шошқадай болып кетіпсің ғой. Соны айтым, маған жетейін деп қойған ғой. Мен просто гормональный таблетка іштім ғой. Неге? Биыл уже Михомен отасқанымызға 3 жылдан асты ғой. Әлі дым нәтиже жоқ. Бешарай. Қоше болды. Настроениені түсірмеңдерші. Зато үшеуміз кездестік ойлаңдар. Мә қарсайын әлі шокпын ғой. Жаңа толғын айт көріңізде мен талып қалайын дедім ғой. Қалай я? Өзі не істеушіндер бұл үйде? Кімнің үйі бұл өзі? Жұмыс жасауға келдік қой. Кімнің екенін білмейсің ба не? Білмеймін. Бастығымыздың үйі ғой? Осы үйдің егесінің үйі ғой? Иә. Бұрыннан онша емес әзілдейтін. Шірік, әлі жүреді екенсің ғой базары. Өзің не істеп жүрсің? Мен ағылшыннан сабақ беретін болып кеткен ғой. Репетитормын ғой мен білдей. Осы үйден бір қыз шақырды ғой, ағылшынша үйретші деп соған келгенмін. Қалай? Сен бұрыннан дышыдан басқа сабаққа қатыспайтын ең ғой? Қазір ағылшынша видеолар жатпай тұрмын, көре беремін ғой. Біразға баққан, біраз сөз білемін. Я, бірақ бұрыннан ұятсыз видеоларды көп көретін ең ғой. Мен вообще ұятсыз видео көрмегенмін, түсіндің ба? Сен шығар ол тығылып көретін бетім өре-өре болып кетті мына жерге. Тұр қойыңдаршы, Мереке өзің жігітің бар ма? Жігітім жоқ. Жігітім жоқ деме, жігіттерде мен жоқпын десей. Айттым ғой оларшы. Общем, қыздар көргенмен қуаныштымын. Осы жақтамыз ғой, енді мен де бір 2-3 айға деді ойдым, ана соған жазылған. Осы жаққа келіп тұрам, кездесіп тұрайық. Давайте әңгіме деген мынадан. Қайтада соғия шайдайдап қоямыз. Жақсы, давайте. Топтар. Мереке Арсенді көріп қоймаса болар еді енді. Ол жұмысқа кетіп қалған шығар уже. Енді сол күйеуім ғой жаңағы шетелге көп шығамыз, сен ағылшынша үйреніп ал деген екен ғой, сізді жалдап шақыртып отырған. Күйеуім күшті екен ғой, сен қатты жақсы көретін сияқты ғой. Әрине, иә. Сол бірақ маған уақыт жоқ та, тезірек үйреніп алу керек болып тұр, сол сіз жиірек келіп тұрасыз ғой, үйге. Иә, ақшасын төлесіңдер келе берем ғой. Қазір бәрі болады. Завтрак, обед, ужин күніне 3 рет келем даже. Күйеуім 2 есе 3 есе төлейді. Ақша жағын вообще уайымдамаңыз. Рахат-най. Сондай күшті күйеуді қақтан тауып аласыңдар, ырзамын. Енді күйеуім емес, пока жігітім. Әлі үйленбегенбіз ғой. Знаете, болашақта баламызды неге келейін деп жатыр. Ойбай, не болып кетті? Күйеуің ба, жігітің ба? Қалай болып кетті? Потом кейін болады. Болсын енді, я тілеймін. Мен де соны тілеймін. В общем, тездетіп, заң жүзінде үйленіп алмайтын болсыңдар, ше? Қазір қыздар жаман. Да? Иә, жігітіңе сене берсең болады, бірақ қыздар жаман шустыры ғой. Үйтіп, әйелі, қызы бар ма қарамайды, тартып ала салады. Мен де жігітімді бір жалмауыз мыстан кейін бір тартып алды. Жоқ қазір жігітім. Так что тез қимылдау керек. Жалмауыз, иә? Таза мыстан. Иә, қазір қыздарда ұят жоқ қой. Мен де сөйтем, тез бар ғой, үйленіп алмасақ болмайды. Сөйт. Вообще күшті қыз екенсің, рахмет советіңе. Ну хорошо, сен де күшті екенсің. Саусағын тартып жүр. Ойбай! Жай тартсай саусағым жұлып алайын деп қалдың ғой. Не? Прикол ғой бұл, ашын. Қандай прикол?
Вообще ойнамағансыңдар ма? Прикол. Болды қойшы. Қойсаң қойшы па? Саусағымды алып тастаған. Михон, бізге балалы болу үшін саған тестостероныңды өсіру керек. Тестостерон? Иә. Тестостерон. Ол содамен жуса өседі дейтін еді ғой. Тестостерон деген мужской гормон. Мужской гормон. Болды, өсіреміз ғой. Қайт өсіреді деген ол? Ой, интернеттен қарасай. Айтпақшы, бүгін үйге мереке келді ғой. Ана Зерузоға репетитор болады екен. Мереке? Иә? Қойш. Бәйбіше тоқалға білгенін үйретіп жатыр десе, иә? Молодец міне. Тоқалмен бәйбішен бір үйде ұстап отырған бар ғой. Арсен молодец, еркек міне. Өскенде Арсен сияқты болады. Сен бірінші өсіріп аш, айналайын. Тест істейтін білен ма? Оны да. Ол мереке бар ғой. Зирузаның кім екенін біле ма өзі? Білмейді. Шашын жұлып қолына бермесін? О, құдайым, білмей-ақ қойса екен, я құдайым, білмей-ақ қойсыншы. Анау, енді мереке Зирузаға сабақ беруге күндіз келеді ғой, ол кезде Арсен жұмыста болады. Екеу білмей-ақ қойса екен, я. Барсай сен мерекемен амандасып келсей. Ұятты. Неменеге мен барып амандасып, жас кіші ғой, кесін өз. Зато менен үлкен ғой. Ұлық болсаң кішік бол дейді, амандасып кетейін. Егер кіші болса осы амандасып. Зато сен бірден тоқал алдың. Екі дәрігер бір мекемеде жүріп қырылып қалған ғой бір-бірімен. Қан жасап төбелескен ғой, шаштарын жұлған ба, бетіне шапалақпен салқылаған ба бірдеңе. Бір жерде жұмыс жасағаннан кейін ауызбіршілікте болмай ма? Осы адамдарға не жетпейді деймін да? Соны айтып отырмын. Сыйластық жоқ қой, сыйластық жоқ, ауызбіршілік жоқ. Салып отқан уколың бір, системаң бір, қарап отқан ауруың бір, айлығың төлеп жатыр ма өкімет, атаң басына қырыласың ба? Бір мекемеде жүрсің. Бір үйің ғой сенің, ол жұмысың екінші үйің ғой, дұрыс па? Неменеге қырылады деймін да, Соны айтамын да, неменеге қырылып, ол бір-бірімен не алады? Так, Айжан, Толғанай, тамақ істедіңіздер ма? Айжан істеп тастайды қазір. Қалай істеп тастайды? Сен істеп тастайсың. Мен істемеймін, сен істейсің. Айжан, басымды ауыртпай, бар тамағыңды істе. Толғанай, мен істемеймін тамақ. Айжан, істейсің, бар тамағыңды істе. Қырылсақ қырылайық, бар да істе, бір айтқаннан кейін. Ой, бош бар да істесің Аузымды айырып жіберемін қазір. Бар істе тамағыңды. Тыныш! Екеуің быттайып отыра беріңдер. Мен істей саларым мүмкін. Сөйтіңізші, бізді қылдырып қоймай бағынан берсе азанмен. Мені әбден басынайын депсіздер. Мен ұрсам қазір сіздерге. Бұл не деген бассыздық? Бұлай болмайды. Екеуіңіздің біреуіңіз шеф-повар болу керексіздер. Әйтпесе жұмыстан қуам. Енді осылай ұрсатын боламын мен сіздермен. Қараш бұларды. Мама ұқсайды деген ама ұрсқанынша. Шашаттыңыздар, мені әбден шашаттыңыздар. Шошқылар. Осылай женский гормондар ойнайды ғой, шашаған кезде. Женский гормон дегенге гүл батқан жоқпын. Сен тағы да шошқа дегенін айтамын да. Неге ұрасың е? Неге ұрасың? Мереке, не ғой бетіңізші, маған ше, главный керек сөздердің аудармасын неғып беріңізші, үйретіп беріңізші. Хорошо, қандай сөздер ол? Андай сөздер бар ғой. Жан, маған мынаны алып бер. Жан, купи мне это. И содан кейін күйеуін төлей салады деген сияқты сөздерді. Саламатсыз ба? Сабақ болып жатыр ма? Михон? Спор бар ма? Не істеп жүрсің? Қалайсыздар, жақсы ба? Сабақ болып жатыр ма? Шүкір. Сол сізбен амандасып кетейін деп келгем ғой. Осы жердемін мен. Иә, бәрің осы жердесіңдер ма? Бір жерден Зоя апай шықпасын әйтеуір. Онда сабақтан кейін есі сөйлесеміз, е? Біреу тиісіп жатса маған айт. Болды, бітіп қалады. Кесеміз ғой, жақсы. Михонды сіз де танисыз ба не? Иә, конечно, бір жерде оқығанбыз. Прикиньте, мен де күйеуім таниды, немене бәле келдің бәрін танимын, ма? Енді дұрыс қой. Михон барлық жерде охранник болып жұмыс жасаған. Мүмкін күйеуімен де бірге бір жерде істеген шығар. Иә, сонда шығар. Сізге жалпы не ма? Саған деп еден ше екеуміз. Менен кішкентай сияқтысың даже.
сан алфавиттен бастау керек па или? Жоқ, енді шлеу ондай бір білімсіз надан адам емеспін. Yes, no дегенді білем ғой. Қандай сөздер білесіз? Андай сөздер бар ғой. WhatsApp, Instagram, TikTok, болды. VK. Түсінді. Алфавиттен бастаймыз, ондай, Да. Ашайық? Әселі, Ау. мынаны үшін сүрттіңіз ба? Иә, бәрін сүрт қойдым. Қазір мен тексеріп шығайын. Түсінбедім. Мынау не шаң сонда? Ойбай, өзіңіздің қолыңыздың шағын ғой, мен жаңа сүртіп қойған бөшеттің бәрін. Бұл не бассыздық, қайдағы шаң? Сіз мені сыйламай тұрсыз ба? Түсінбедім мен, мынау не мынау? Қызыл бас десе, менде ешқандай шаң болмайды. Не шаң мынау? Не дейсіз, не деп Еще жатсыз? времянка пылесостайтын нені үйге әкеп пылесостабасың. Не бассыздық мынау? Өшір мынаны. Үйді махаббатпен жинау керек. Ойбай, мына шашылып атқан үйді қайтып махаббатпен жинайсыз? Мынағы қызыл басымен шаршаттау, сізге наказание. Түсіндіңіз ба? Наказание. Мына үйдің полный геноуборка жасайсыз. Міне сізге. Көрсетейін. Ойбай, ол үшін мен күйеумен ұрсуым керек қой. Не үшін? Енді біз әйелдер деген ашуланып бүкіл ашуымыз осы үйдің тазалығынан аламыз ғой. Бүкіл жерін айнадай қылып жинап қоямыз аты. Күйеуіңізбен қырыласыз ба, келісесіз ба, білмеймін мен. Үй тап-таза болып тұрсын. Осыдан көрсетемін. Шаң дейді ғой. Шаңды көрсетемін мен саған. Мынау да сор болды, қатын құсап, голубой ма? Ау, не деп жатсыз? Мына гарнитурдың түсі голубой екен деп жатырмын. Жинап жатырмын. Давай кес. Давай былай жасайық. Екеуміздің жасайтын жеріміз бір жер, жасайтын жұмысымыз бір. Біздің бірлік ынтымағымызды бір қыз бала құртпайтын шығар? О, қыз бала ше бұл. Қыз бала ертең ызғана бұл. Не аласың? Дұрыс айтасың. Екеуміз ақылдасқан түрде, мен сені қыз ретінде сыйлағаным ретінде, құрметтегенім ретінде, адамгершілікпенен шеф-повар өзім болайын. Шеф-повар оңай ғой деп отырсың ба жұмысы? Қашаннан бері сен дұрыс әңгіме айтып қалды деп ем. Айналайын. Қыздың жолы жіңішке. Мен шеф-повар. Сенде жіңішке жер бар ма өзі? Өзіңе қарабаш, сенде ше? Онда битва жасайық. Битва детам сияқты ма? Дұрыс мысал келді, өтініш. Мен бір бөлек тамақ жасайын. Сен бір бөлек тамақ жаса, сөйтіп әділ қазылар алқасын сайлаймыз. Олар кімнің тамағы дәмді деп айтады, сол шеф-повар болады. Давай, келістік. Қолың тұрап көмейші? Иә, кеттік. Давай жюри іздейік. Мен бір темешей олайын. Сол, тестостерон деген көтеру керек, тестес. Қумаш, аталарымыз даже тестостерон деген сөз дөрмейтін еді ғой. Аталарымыз да тестостерон, тест деген сөз болмаған ғой бізде. Олар теседі олар. Тескен ғой біздің аталарымыз ше. Любой жер тесіп шыққан ғой. Кезінде жоңғарлар тескен ғой ба. Атқа міну керек қой. Ат еркектік рухыңды көтереді. Қалада ат қақында басын, тақпан күннің өзіне қалада атпен жүре алмайсың ғой. Жұмыстамыз. Или ат сияқты бір нәрсе тауып алып міну керек қой. Ат сияқты? Михон, ана қыз бала шаршатты мені. Қалай сені шаршап жүр? Мен еді ғой сені шаршататын. Сөйлесші барып. Қош шаршаптым. Өмір осы ғой сенікі, маған келгенде өмір шаршайсың да қаласың. Қыздардың темасын өздерің шешсеңдер ше. Мен не деймін, еркек басымен барып қайтып ұрсам ғой. Еркек қол көтеруге болмайды қыз балаға. Бір миыңды ашпай. Кетші ма? Тестостерон не істеймісің ма? Атқа міну керек қой. Болмаса, ат сияқты бір бәле табу керек, е? Ат сияқты. Осы үйдің ауласынан бір нәрсе табу керек қой. О жақ қарама. Міне саған. Не істемеймін бұл бәрін? Туалетке барасың. Күнінде, по очереди.
Не істеймін деген емес, жаттайсың, осыны жаттап алатын болсаң, ағылшыншаға good болып шығасың. Бәсе сөйтіп айтса, бірден қайдан білейін? Баяғы мектептегі апаларым еске түсіріп сенде ту. Сол апайларым тағы да еске түсір жейін. Общем, мен буфетке барып келем дегенше жақсылап дайындалып отыр. Хорошо, қазір бір айналып келем. Окей, let's go. Ағылшыншаларың құтты болсын, күшті вообще. Ары, май деймін, не? Сайт is popular. Досым, рахмет мен тестостеронын көтеріп атқаныңа. Сен көтерем деп өзімді түсіп кетіп жатыр. Ой, сен бойдақсың ғой әзір. Шап. Ла, ағай, не істеп жатсыздар тапа-тал түсте? Биғол, мынаған міне баш. Ол сиыр рухты көтермейді ғой, ат қой рух көтеретіне. Тестостерон көтеріп атық, не болды? Шап. Оны витаминмен де көтеруге болады ғой. Қойш, айтпайсың ба соны бағанан бері? Башы. Ағай, сізді бір минутқа бола ма? Өтініш көмегіңіз керек болып тұр. Былай шығарып ұрып кетпейсің ба? Ой, ағай, қатты керек болып тұрсыз. Айта бер. Ой, ағай, қатты көмегіңіз керек болып тұр. Мен жасаған тамағымды дәмді деп айтып беріңізші. Уланып қалмасам айтамын ғой. Ой, ағай, мен шынымен де дәмді жасаймын ғой. Менің жұмыртқамды сүйсініп жейсіз ғой. Иә. Не болды, ағай? Тестостерон көтеріліп жатыр едім. Болды, айтамын, иә. Рахмет, ағай. Рахмет, жақсы ағай. Сендім, ағай. Иә, сенсей маған. Токсикоз емессіз ба, ағай? Кечіп баршы шынды. Не дейді? А? Не дейді? Адамдардың әңгімесі ғой, нәсісің. Кеттіге, давай. Шап. Досым бір бүркіт болғанда, иә. Рухты көтеретті олда, ше. О, Иғол! Не? Тестостерон көтерілген сияқты. Неғып? Арқама батып жатыр. Рация ғой. Қақтан жүріп кет. Әселя, не істеп отырмыз? Не істедіңіз бұл бұрқына? Ой, сіз де бір комиссия ұқсап кеп қала бердіңіз ғой. Бәрін жинап қойдым әдемілеп. Жүріңіз тексерейін. Иә. Так. Бәрі таза. Что-то бірақ мына жердің иісі ұнамай тұр маған. Не иіс мынау? Түсінбедің? Мынау не? Жинап қойдым әдемілеп. Мынау жиналған ба? Әй, жастық этикет бойынша міне осылай тұрады. Этикет деген нәрсе білесің ба сен? Білмейсің ғой сен, бір қаяқтан білесің. Этикеткадан басқа нәрсе Бай, тұра берсін да. Қазір адам жатады ғой, бәрі бүлінеді ғой. Онда сен де бәрібір бетімді сүріп тастайын ғой деп боянбай жүре берсей? Десем сен и так боянбайды екенсің ғой, бірақ, иә? Ладно, қойшы. Кесте, менің шүртпей, тез жинашы мына жерді. Қызыл бас вообще. Тез бол! Өзім білем. Түсінбедім. Кілемдерді сыртқа шығарайын деп едім ғой. Тез. Жоқ ой, досым. Мен өлмеймін ғой. Бір байдың қызын ұстап алып, соған жұмыс істетіп қойып, патолог қылып түкіреп жатпаймын ба? Білесің, қазір байдың қыздары көп. Жоқ ой, досым, давай кейін хабарласам. Бір патологын тапқан сияқты. Ағындас! Анықтасың ба? Шегол, сен маған айтып тұрсың ба? Мен сен 1000 жас үлкенмін, оны білесің ба? Сонда сіздің жасыңыз 1021-де ма? 1022-де болды ма? Кім? Бөпе айналайын. Не деп басымды қатырып тұрсың сен? Мына гүл шоқтары сізге. Ойбай, сен кәдімгідей даптайын жүрсің ғой, что-то уверенсің ғой, менімен танысып гүл беретінге. Всякий случай алып алғам ғой. Кім? Әзілқой бөпетай айналайын. Сен мәме еметін уақытың болған жоқ болса, сағат қанша болды өзі? Сол уақыт болып қалды деймін. Сол үшін сізге кеп тұрмын. Түрің бар болсын сен. Кіммен ойнап тұрсың сен? Не деп әзілдеп тұрсың әпшеңмен? Не болды сонша ашылысың ғой? Жай әзілдеп тұрмын. Сен әкешен қандай тәрбие берген? Үлкенмен сіз деп сөйлеседі, білесің ба оны? Ой, үшін бар ғой, басымды қатырма. Машинаңа мінді, мына жерін құрш. Менің автобусым кеп қалады. Не деген қарапайымсыз? Мынандай дәу үйден шығып, автобуспен жүресіз ба?
Автобуспен жүрем ба? Танкымен жүрем ба? Өзің білем түсін ба? Автобуспен жүргенше немен жүрмейсіз ба? Өзіңмен өзің жүре бер. Мен автобуспен жүрем, кетші. Молодец. 103. Болды бүгінге жетеді. Айби, 100-ден бастап санаттың ғой сен? Шағыр етседің ғой сонда? Енді біреу кеп қалса ұят болмасын дедік та, ойбай 100-ден асырып жатыр екен деп ойласын дедік қой. Бұл Аджимани көмектесе ма тестостерон көтеруге? Ютубта не деді? Так, питание дұрыстау керек, психологиямен жұмыс жасау керек, эмоциямен, сосын ұйқын дұрыстау керек. Осымен айналсам ау тестостеронға. Жұмыс не істейсің? Ол бар бірақ бір жұмыс бір босатпайды ғой, бір тестостеронын көтерумен айналса іштесең. Әбеттен кейін бір 2 сағат тестостеронмен айналсаң зорда негізі. Не болды? Аджимани істей бер қазір. Ерге, көмегіңіз керек. Қойыңдаршы. Сен толғанай екеуің білем ғой, көмек керек деп столовыйға шақырып аласыңдар да картошка ашып қоясыңдар. Жоқ ой, тыңдасаңшы. Короче, мен қазір тамақ істеймін да. Дайын болады, сол тамақты жеп, ой, тамағың дәмді екен деп мақтасаңыз болды. Ойбай, сол да көмек па? Күніне 3 мезгіл көмектесем ғой саған. Қазір көмек керек емес па? Жоқ, қазір дайын болсын да тамақ. Искегеннен бастап, ой, мына тамақ дәмді сияқты, ой, дәмді екен. Дәмін көрмей атып, қолың дерт көрмесін Айжандай деп кірем ғой. Рахмет, сендім онда сізге. Болды. Мен қазір Михонға көмектесе берейін, сосын саған барып көмектесем, ақма? Әй, осы үйдің Эрик Көмекбаевы мен ғой. Так, 101. Сен бала, сөз түсінетін баласың ба өзі? Сен уақытың көп ойдым что-то, я? Мен асығыспын, алшымна машинаңда автобус көрінбей қалатын болды, аш тез. Қалай сөйлесіңіз? Түсінбедің? Ой, кешір. Болашаққа кетіп қаттым. Айналайын, сен ойнайтын адамың мен емес, кетші бар, кетші. Ай, жүрегім ба? Не деген күшті актер мынау? Көтемпе? Туғаннан жүрегім ауырады. Сен серьезно айттырсың ба? Шынымен ауырып тұрма не? Жүрегім. Мика, онда скорый шақырам, я? Жоқ, скорый керек емес. Мен өзім кардиологым бар. Точно ма? Берші әкел номерін. 8-7-71. Я? 168. Я? 77. Алло? Сен есің дұрыс па, адам сондай нәрсемен ойнай ма? Мен сен шынымен ауырып тұр деп ойлап қалдым ғой. Жүрегімнің емі. Сен ғой. Бала, сен оқитын мектепте әліппе емес, бір цитаталар үйретеді ой деймін, актер кетші барары. Бүкіл уақытымды алдың. Еш нәрсеге үлгермейтін болдым ғой. Кетші бар, Ау досым. Бір қыз тапқан сияқтым. Нервная ма бір бәле? Соған қарағанда жігіті де күйі де жоқ сияқты. Ничего көндіріп алам ғой. Білесің ғой досыңды. Давай кейін хабарласам досым. Көрейік. Екеуің не істеп отырсыңдар? Біз дәмін бірінші көріп береміз ғой. Кім біледі, мүмкін у қосып қойған шығар. Сондықтан тексеру керек та. У қосса енді Айжан қоспайды ғой. Бір қосса толғанай қосар. Сондықтан тексеру керек. Мейлі, көріңдерші. Бірінші мен көрейін. Не көрші? Өзің бер. Мұрза. Не болды? Не болды? Не қосқасын тамағына, ыңылдатып ананы? Ділінді дүтіп қойылдадың. Мынаның дәмін айта алмаймын. Жеткіз алмаймын айт. Көрш. Айта алмайды, несі бар екен? Қалай? Конечно, айта алмайсың. Дәмі жоқ қой, несін айтады мынаны? Мына тамақты істеген кезде не ойлап істедің сен? Айтшы. Не ойлап істегесің? Мынау өзің Францияда тұрғандай сезім істегесің ау деймін, ләпі қызы жүзе ғой мынау. Көрдіңіз ба? Мырзам, мықты. Мына тамақ бар ғой, международный. Көп сөйлетпейші, көріңізші. Мен сізге айтайын, анаңыздың ақ сүтін ұмыттыратын мына тамақ. Өзің көрмей болды. Болды. Қойыңдаршы, не қылып жіберіңдер сендер?
өзім көрем. Ар жақтан бастай беріңіз, ар жақтан бастай беріңіз. Ұмыттырады бәрін. Мынадан алып жіберейін кішкене. Міне, түрінен байқалып тұр, дәмінің қандай екен. Дәмін көрмей тұрып айта салайын. Мынаның рецептін Айжаннан звондап сұрап жатыр жаңағы француздар. Сатпай отыр. Иә. Аты қыз бала тамақтың. Айтыңызшы. Атаңыздың аты кім? Жеңіс. Жеңіс деп қойдық мына тамақтың атын. Екеуі бірдей ғой. Екеуі бірдей ғой. Дәмді ма? Отыймын дәмсіз. Толғанайдың тұзы көп, Айжанның тұзы аз. Немене мынау? Ол тұзы көптігі бар ғой, ол бекер емес ол. Не? Адам қат жақсы көргеннен ғой, Толғанай сіз жақсы көреді. Не? Адам қат жақсы көріп, ғашық болған кезде тұзын аш шығып жүреді сондай. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Білесіз ба, өткенде сіз мына жерлерім ауып жүріп, оқала жіберші деп неғанда тұз жиналды деп ем ғой. Осының бәрін сол жинап отыр ғой. Жаймен барма, сіз өлтірейін деп отқаны. Болды, тоғандаш, болды. Бұны мен шешпеймін. Ханымға апарам, сол кісі шешеді. Қайсы дәмді, қайсы дәмсіз екен. Жағымпаздан қояр емессіңдер ғой тіпті. Сен де мына құлақшекеден кеп тіпті. Балық дедің. Әкәріп шылайын ау. Мырзам. Қойшы. Айжандікін екінші қып беріңіз. Қолдан келген бәрін істедік. Айтпайсыз ба енді? Мен түсіндіріп айттым мен. Шайға жіберші. Мына тамақ дедім. Бұндай тамақ жоқ дедім. Шай берсіңдерші. Шай жесін ба, шай қойын ба? Қойсай. Әше, анам тұз ше. Ханым, мына екі тамақтың дәмін көріңізші. Дәмдісін айтыңызшы. Үшеуің бар ғой, бұрынғы заманда билерге келіп ақыл сұрайды ғой. Турасын айтыңыз, қанием, бием деп. Билерің ау деймін мына кісі, иә? Мен негізі кешкі уақытта тамақ жемейтін едім де, Мереке өзің көресінші. Мен не сонданда эксперимент жасайтын қоянға шағанға ұқсап тұрмай не? Енді, сонда да. Ну ладно, окей. Тамақтарды қатты не аламын да мен, дәміға бірден айтамын. Қайсы жақсы, қайсы онша емес. Бола ма? Сонымен? Жаман тәтті ғой мына тамақ. Иә? Тәтті ма? Осы тамақ? Не? Дәмі тіл ерекше. Болды, шешілді. Тамақтарыңыздан болды, көп рахмет. Шешілді. Супер. Жоқ, сенде де жаман емес. Жаман емес. Дұрысталады әлі. Жүр, бар. Не, жалғастырайық, иә? Су ішу керек болады, срочно. Ештеңе, нормально бар. В общем, бүгінгі сабақтардың барлығы түсінікті, иә? Ертең соған жақсылап дайындаламыз. Жаттап қоямыз келеміз дегенше. Пока жаман емес, күшті. Жақсы, дайындаламыз. Yes, of course. Жақсы, результат күшті негізі. Бай-бай. Толғанай, сізді құттықтаймын. Сіз бүгінден бастап шеф-повар болдыңыз. Шынымен ба? Рахмет. Мен үшін. Сен су-шеф болдың. Түсінікті ғой бәрі. Жұмыстарын істей беріңіздер. Эй, су-шеф, маған бір стакан су әкеп берші. Мен су-шеф болсам, сен май-шеф болдың да. Не айтып отырсың? Дұрыс қой, май, менің деген сөз ғой, май-шеф. Май-шеф. Бар сөйлей бермей, су әкеп берші маған. Мақұл, әкеп берем. Май-шеф, май-шеф. Үйде ысқырмаш ақша болмай қалады. Ой, біз неміз ғой, бәрі қой.
Әселя, мен тестостероным көтеріліп жатыр. Кесейін. Ту, қоймайсың Михон, я? Жарайды. Ту, Михон, тез бітіп қалды ғой? Өзі сондай қысқа музыка бұл. Ой, музыканы айтып атқан жоқпын.